Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel. Сәлем барлығыңызға, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі көретін тақырыптарыңыз Phrases in English. Ағылшын тілінде сөйлемшелер. Менің алғашқы видеомда естеріңізде болса, мен біз неге ағылшын тіліндегі адамдардың сөйлеуін түсінбейміз деген тақырыпта біраз нәрселер айтқан болатынмын. Яғни оның басқа мәселесі all spoken English, яғни разговорный английский деп айтады. Қазақшасы негізі ауызша ағылшынша деп аударуға келетін шығар. Сондықтан сол spoken English'тің ішінде көбінесе көп қолданатын нәрселердің өзгешеліктерінің бірі phrases. Бұл ағылшын тілінде өте көп қолданатын сөздер. Сондықтан бүгінгі видеомда сіздерге Американың әлемде танымал ТВ сериалдарының бірі Friends'тің бір сериалының бір кішкентай бөлігінен, үзіндісінен сіздерге, яғни ағылшын тілінде қаншама бір 5 минуттық видеосында, 5 минуттық үзіндісінде қаншама фраза керектеніп жатыр, соны сіздерге көрсету үшін осы видеоны жасадым. Ендеше enjoy! Так, бірінші фраза excited about. Қуанышты немесе мәз болу. Excited about. Мысалы, I'm excited about my new job. Мен жаңа жұмысыма қуаныштымын. Жаңа жұмысымды асыға күтіп жүрмін деген мағынада. Free cats do that too, you know. It's not a cat. Look, you guys, I'm really excited about this, okay? I don't care what you think. Check it out. Check it out. Мынаны қарашы деген мағынада. Мысалы, check it out. I got a new dress. Қарашы, мен жаңа көйлек сатып алдым. Hey, Rach. Hey. Check it out. Almost 3 hours without dropping it. Waste of time. Waste of time. Уақытты босқа өткізу. Мысалы, using the Facebook is a waste of time. Facebook'ты қолдану уақытты босқа өткізу. Oh, wow, congratulations. That's quite a waste of time. Don't worry. Негізі don't worry деп жазылады, бірақ бұны тезде сөйлегенде don't worry деп айтпайды, don't worry деп тез айта салады. Бұл алаңдама деген мағынада. For example, мысалы, сіз досыңыздың бірдемесін білдіріп алсаңыз, ол досыңызға өте қатты маңызды емес болса, ол айтады, don't worry, I'll get another one. Алаңдама, мен басқасын сатып аламын. Yeah, you have scratches all over you. What happened? Well, it's my cat. What? Oh, yeah, I got a cat. I don't want a cat. Oh, don't worry, it's not a cat. Yeah. Don't worry, guys, it's not a cat. I swear. Ante to. Мысалы, сіз досыңыздың туған күнін ұмытпаған болсаңыз, тек жұмысыңызда өте көп жұмысыңыз болып бара алмаған болсаңыз, ертеңінде досыңыз айтасыз. I swear I didn't forget your birthday, but I had a lot of work. Мен ант етемін, сенің туған күніңді ұмытқан жоқпын, бірақ менде көптеген жұмыстар болды. And I swear, I know this sounds crazy, but every time this cat hisses at me, I know it's saying, Rachel. Doesn't sound as crazy as paying $1,000 for a cat. Give up. Бұның екі түрлі мағынасы бар. Біріншісі түсіп беру. Егер сіз бір ойыннан досыңыздан жеңіліп беріп, ары қарай да жеңе алмайтыныңызды білген болсаңыз, просто I give up. Мен түсіп берем. Екінші мағынасы бір заттан шығу. Яғни I give up smoking десеңіз, мен шылым шегуден шықтым, яғни шылым шегуді қойдым деген мағынада. Oh, good God. I give up, you guys. I don't know what I'm going to do with this thing. Baking it didn't help, huh? Freak out. Зәресі шошу. Мысалы, the cats freak me out.
мысықтар менің зәремді шошытады деген мағынада. Oh, I'm sorry. The oven mitts really freaked me out. Соңғысы move on. Жалғастыра беру, бірдемені істеп жатса, сонысын жалғастыра беру. Жолын жалғастыра беру деген мағынада. Do you want it? No, I hate cats. Well, so then what are you doing to me, okay? Just get out of here, all right? Move on. Jeez. Осы видео сіздерге қызықты болды деген үміттемін. Тағы да видеолардан құр қалмау үшін осы менің каналыма жазылып, видеоға коммент қалдырып, немесе лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше, goodbye.